Енді екіншісі ақтау. Біріншісі қаралау болса, екіншісі ақтау болады. Ақтаған кезде енді өзіңнің қарсылас адамыңды сен ақтап аласың. 100% ақтап алуың керексің. 100% болмаса да бір 80%, 90% ақтап аласың ғой. 100% бір-бірімізді ақтап алуымыз мүмкін емес шығар. Ақтап алу керек. Неге десеңші? Өйткені жаңа жоғарыда айтып кеттім ғой. Адам адамды кінәлауға, адам адамды бұлай жазғыруға ешқандай қақысы жоқ. Ол не істесе де ол Құдайдың құдіретімен істеп отыр барлық нәрсені. Сондықтан мен қазір Гүлмираны ақтап алам. Иә, Гүлеке, сенің еңбегің негізі аталы жолда өте үлкен. Аталы жолда өте үлкен. Оны көретін адам көреді, бағалайтын адам бағалайды, бағаламайтын адам ол көрмейтін адам түйенді көрмейді дейді ғой. Сөйтіп өте шығады. Қазір сенің атың Гүлмира емес, ана қосшының қатыны болды, между прочим. Ана қосшыдағы қатын деп сөйлейтін болған. Байқап қараңыз. Енді қараңыз, Гүлеке, сенің еңбегің зор, шын мәнінде мен оны жағымпазданып айтып отырған жоқпын. Оны халық көріп отыр, оны жұрт көріп отыр. Сен өзі бұлай бақылап қарасам, сен не істесең де шын көңілмен беріліп тұрып істейді екенсің. Мен соны байқадым. Біреуді жек көрсең, иттің етінен жек көресің, оны лақтырып жібересің. Біреуді жақсы көрсең, табынып кетеді екенсің. Табынып, жақсы көріп, төріңнен орын беріп, барыңды беріп, осы жайылып, төсек, жастық болып кетеді екенсің. Мен соны байқадым. Ол да дұрыс қой, әрине. Ол да дұрыс, әрине. Бірақ кейін әйтеуір оның қаншалықты не екенін өзің түсініп аласың өмір сүре келе. Бір баланс деген болады, сол баланстан біз асып түскен кезде біз өзіміз таяқ жеп жатамыз. Сенің енді бойыңдағы қасиетіңде күшті, мықты, мінезді адамсың. Негізі мінезді адамдар ол көш бастап жүретін адамдар. Сол көш бастап жүретін адамдар әділ болса, құдайшыл болса, әділетті болса, соңынан ергендер ол жаңылыспайды, көп қателеспейді, көп шығынға ұшырамайды, былайша айтқанда. Ал енді ол адам қисық болса, тәкаппар болса, сен тұра тұр мен атайын болса, онда Құдай ұрды дей бер. Бірақ сен бойыңдағы қасиетіңді қазір мынау жақсы жаққа бұрып бара жатырсың. Яғни мен түсімде көрсеткен маған әруақтар ақ әлемді, қара әлемді көрсеткен. Ақ әлем аппақ болып тұр, қара әлем қап-қара болып тұр. Сонда адамдар кешегідей боламайды. Біз өтірік күлсек те, бір жағымпаздансақ та, әйтеуір Құдай өмір берді ғой бізге. Ал қазір біз басқаша болуымыз керек. Біз қазір аппақ болуымыз керек. Ақ әлемге біратала ауысуымыз керек. Оның өз бөлек әңгіме, оны кейін бұлай талдап айтып жатамыз. Уақыт болып жатқан кезде, Құдай сәтін салған кезде, қазірше міне. Демек, сен қазір жақсылыққа бет бұрдың. Сен ол ортада жүріп өкпен қысылып кетті. Өйткені сен үнемі ізденетін адамсың. Мына ғылыми мектеп дей ма, соның негізін қалап, жұрттарға мына жолды көрсетіп бердің. Қанша жылдар бойы еңбек еттің. Тоқберген атаға да адал болдың, әділ болдың. Соңғы жақтары анандай болса, демек енді оның өз бір бөлек әңгіме. Сол кезде қара, сен өзің адал болдың. Адал болғаннан кейін сенің қасиетің ашыла түсті. Сол қасиетіңнің арқасында сені уже тыңдаушылар бар. Сен сол жерде жүріп шыңдалдың. Сен сол жерде жүріп тәжірибе алдың.
сол жерде жүріп ақ пен қараны ажырата бастадың. Мына көзіңдегі розовый очкиді шешіп. Сол жерде жүргенде сен тамақты пісірдің, отта жақтың, былайша айтқанда отымен кіріп, күлімен шықтың ғой. Барлық жұмысты істеп, мінекей, оның бәрі ненің арқасы, оның бәрі қайсарлықтың арқасы. Сонысын өзің жас болсаң да кимешекті киіп алдың. Енді жас деп мынандай жас емессің ғой енді. Бұл ата жолда жүрген адам, ол жұп отырған ешкім жоқ. Бәрі орта жастағы адамдар. Енді біраз жасың кішілеу болса, кішілеу. Сонда кимешекті киіп, қағиданы бәрін қағып алдың, ұқпақ ұлақтықпенен. Сөйтіп, үлкенмен де, кішімен де дұрыс қарым-қатынаста болып, дұрыс қарым-қатынаста болуға тырысып, бар күшіңді салдың ғой. Енді ол жерде адамның жақсылығын көре білу керек. Біз бірдестен бір-біріміздің кемшілігімізді айтып кетеміз ғой. Енді сенің жақсылығыңды айтуға мен өз басым ұялмаймын. Сен қаншалықты менің қарсыласым болған күнде де сенің бойыңдағы қадір қасиетіңді көріп тұрмын ғой. Менің де көкірек көзім бар. Одан қала берсе бәріне көрініп тұрған 2 көзім емес, 4 көзім бар. Маңдайдағы көзіміз бар. Соменен сенің жақсылығың бір бойыңнан асып тұр ғой, асып тұр. Қазір подписчиктерің қанша болды? 6000-нан асып жатыр. Оның бәрі сен өзің еңбегің. Сен мынау ер адамның жұмыс екен, мынау әйел адамның жұмыс екен демейсің. Ерлік жасап жатырсың. Негізі сен ерлік жасап жатырсың. Сосын сен ол топтан бөлініп кеткенің жақсы болды. Өйткені ол топта қазақ айтады ғой, ерегістен ер өлер, 2 кісінің бір өлер дейді. Ол топтан кетіп қалған адам, ол соншалықты бір қаралыққа батып, содан шыға алмай кетіп қалды деп, ондай ұғымда болмау керек адамдар. Кеттің бе? Демек, ол әруақтың жетелеуімен болады. Әруақтың жетелеуімен болады. Сен кетіп, қазір қандай тіршілік жасап жатырсың? Сенің жүрегің кеңіп жатыр, байқасаң. Кеңіп жатыр. Кеше сен масқапшыларды, тәңіршілерді былай ысырып қойғансың. Керек емес олар деп. Қазір сенің көзқарасың өзгерді ғой, өзгеріп жатыр. Өйткені ол масқапшылар да, тәңіршілер де, олар да қазақ атаның ұлдары мен қыздары ғой. Аспаннан түскен жоқ олар. Құранды мойындамай отырса, оны мойындайтын кез келеді. Әрі мойындайды олар Құранды. Мойындайтын болады. Мынау не деп бір салфетка немесе бір туалетная бумага ұстап тұрғандай, ондай қарым-қатынастары үшін олар өздері Құдайдың алдында өздері жауап береді. Оған сен жауап бермейміз. Міне, сонда сенің жүрегіңнің масштабы кеңейіп жатыр ғой. Кеңейіп жатыр. Сен де түсіндің, олар да адамның баласы, олардың тура жері бар екенін түсіндің. Көрдің бе? Соны, егер сен сол жерде жүре берсең, сен оны түсінбесең. Сен сырт жаққа шығып кеттің да, қазір сырт көз көреген дейді ғой. Сенің мынау жүрегің одан сайын ашылып, мына 3-ші көзің одан сайын ашылып, мына қасиетіңе қосылып, мына шыңдалып жатыр. Кейде сенің істеген сондай бір тірліктеріңді мына ер азаматтарда атқарамайды деп айтсам, ол артық айтқандық болмайды. Мінекей. Сондай жігердің, оттың арқасында сен топты жарып шықтың деп айтсам болады. Ол әйтеуір ақтап алу керек екен деп мақтай беру емес ол. Шын мәнінде мен көріп тұрмын ғой. Айттым ғой жаңа, 4 көзім бар, көкірек көзім бар, сосын маңдайымның көзі бар. Сонда қанша көз болып кетті? 6 болып кетті ме? Ана бір жерде шуткада айтып қояйық та.
біреу айтқан екен, анау лекция оқып тұрған ғой, сөйтіп лекция оқып тұрып, здесь шутка айту керек деп өзінің жаңағы лекция оқитын жеріне жазып қойыпты дейді. Ол енді қаншалықты шын емес білмедім, әйтеуір осыны біреуден естіп едім. Сол сияқты иә, ойын күлкі витамин ғой деп сен қозғаушы күш болдың қазір. Қозғаушы. Қыдырәлі Тарбаев ағамыз айтып кеткен ғой. Қозғалыс деп. Сондай бір өлеңі бар еді, соны жаттап алу керек еді. Сол кезде сен қозғау күш бердің. Ол жаққа тәлчоқ бердің, былайша айтқанда. Енді олар өздерінің жаңағы іс-қылықтарына, амалдарына ой жүгіртетін болады, ойланатын болады. Бізде де мынандай кемшілік бар екен ғой, біз мынаны жөндеуіміз керек екен ғой дейді. Оны сенің көзіңше айтпайды ғой, оны сенің көзіңше, менің көзімше айтпайды. Олар өздері бөлек отырған кезде сөйтіп айтады. Мінекей, сен қозғаушы күш болдың. Демек, адамдар болото дейді ғой, болото, бір ұйыққа батып, бітіп отыра бергеннен гөрі бір қозғалыс керек қой, бір өзгерістер керек, бір алға қарай ұмтылыс керек. Сол үшін сен оларға қозғаушы күш болдың. Сен күшті осындай рөл атқардың. Енді ар жағы өзіңді қалай алып жүре аласың, ол өзіңе байланысты. Сонда сен мықты мына жерде түсініп алдың да, ол мешітте жұмыс істеп жүрсің ғой. Мешіттегі адамдар, имамдар, олар да қазақтың баласы ғой, ұрпақтар. Соларменен араласып жүріп, сен аталы жолдың жақсылығын арттырып жатырсың. Көрдің бе? Аталы жолдың жақсылығын арттырып жатырсың. Міне, өзіңнің тәрбиелік жаңағы тұстарыңды көрсетіп. Мінекей, бойыңдағы жақсылықта үнемі қамшылап өзіңді арттырып отырсаң, талай сабақ алдың ғой. Аталы жолдан, басқа жолдан, отбасылық жолдан, соның бәрі пісіп, қасиет болып шығады. Көбіне пісе берсең, май түседі ме, сол сияқты көре берсең, көсем боласың, сөйлей берсең, шешен боласың деп ата-бабамыз айтпақшы. Міне көсемдік, шешендік, көрегендік сенде енді таза басталып жатыр. Сол үшін сен сол ордадағы адамдарға да ықпал жасап отырсың. Әй, өзгеріңдер. Әй, ізденіңдер. Қазақта сөз бар ғой, қазақтан сөз қалған ба? Өз білгенің шоқырақ, кісі ақылы ақылақ дейді. Сонда, ойбай, ананы тыңдама, мынаны тыңдама деп қорқып жүреді. Неге қорқасың? Олар ше негізі былайша айтқанда Тоқберген атаның қыры бар ғой, соның бір-ақ қырымен жүр ғой олар. Деп қояйын енді. Сені осылай ақтап алам. Өткен сен ақтауға тұратын адамсың. Мінекей, сен үлкен қызмет жасаған адамсың. Енді ары қарай қадамыңа гүл бітіп, ары қарай қалай жүресің, ол өзіңе байланысты. Өзіңе байланысты. Өзіңнің таңдауыңа байланысты. Бірақ тәкаппарлық ол ешкімге де жақсылық әкелмейді. Кім тәкаппарланып кетсе, ол болды, құлайды. Құдай құлатпасын.